Қайырлы күн барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Брокколи салатының рецептімен бөлісетін боламын. Өте сәнді, ерекше салаттардың түрі. Ол үшін видеоны толықтай қараңыздар, сосын сіздер жасап көресіздер. Ең алдымен бізге брокколи қажет болады. Осылай майдалап турап, мен қайнап тұрған суға 3-4 минутқа пісіріп алдым. Одан артық қоймаңыздар, езіліп кетеді. Келесі қиярымызды турайтын боламыз. Қиярымызды осындай формада турасаңыздар өте сәнді көрінеді. Қиғашына осылай кесіп алсаңыздар қатты үлкен болып кетпейді. Жегенге ыңғайлы болу үшін осылай турап алсаңыздар болады. Келесі болгар бұрышымызды осындай оны да сәндеп қиғашына турап аламыз. Осылай біздің тарелкамызда өте әдемі көрінеді. Әркім өз қалауы бойынша енді турай берсе де бола береді. Келесі піскен етімізді турайтын боламыз. Мен көбіне ет асқан кезде осындай бір тілімін алып қаламын. Салатқа қажет болады. Ертесіне салат жасап жібересіздер, тез дайын болып қалады. Осылай әдемі формада етімізді де турап аламыз. Келесі кез келген зелендер жарай береді, бірақ осы петрушканы қоссаңыздар дәмі де иісі де өте керемет шығып тұрады. Қатты майда емес, орташа көлемде турап аласыздар. Келесі чесногымызды осындай үккіштен өткізіп алыңыздар. Ұсақталып, езіліп, майдаланып туралатын болады. Түйір ішінде қалып жүрмейді. Аздап қана тұзымызды, аздап қана осындай бір қасық болмай паприкамызды, тәтті бұрышымызды, соябой соусымызды, қара бұрыш, кристаллик, тәтті тұз, кез келген осы салатқа арналған препарат қоссаңыздар болады. Өздеріңізге ұнаған аздап қана оливковое масло қоссақ, ол да керемет дәмді болып шығады. Қызып тұрған сұйық майымызды қатты қыздырып алыңыздар, үстінен құятын боламыз осылай. Мен бәрін көбіне көз мөлшерімен жасап жатырмын. Мына біздің салатымыз дайын болды. Өте ерекше болып шықты. Әдемі тарелкалеріңіз болса, соған салып, қонақ келгенде ұсынсаңыздар, сіздердің қонақтарыңызға да, отбасыларыңызға да ұнайды деген үміттемін. Ол үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда керемет салаттардың рецептімен бөлісіп отыратын боламын. Міне біздің тарелкамызда өте әдемі көрініп тұратын салатымыз дайын болды. Лайк басып, комментария жазып, каналымның дамуына үлес қосып кетіңіздер. Ас болсын, рахмет.